Жалпы тәңіршілер бұл 90-шы жылдардың өнімі деп есептеймін. Ресейде кезінде Безертинов деген жазушы болды. Біздің атақты жазушымыз Олжас Сүлейменов өзінің Азиясында да тенгрианство деп жазып кеткен болатын. Көп жағдайда академиялық ортада дамыған, бұқара халық бұл сенімге көп араласпаған, жалпы халық өзін мұсылман деп есептеп келген. Дегенмен, соңғы 15-20 жылдың ішінде елімізде исламға қатысты әртүрлі деструктивті, радикалды жат ағымдар пайда болғасын, қоғамдағы сол радикализмге қарсы реакция ретінде осы тәңіршілік дейміз ба, тенгрианство дейміз ба, нанымы күшейіп кетті деп есептеймін. Бірақ ол негізгі себебі мұсылмандардың ішінен шыққан радикалдардың, фанаттардың жасаған теріс әрекеттерінен қоғамның реакциясы ретінде көрініс табуда деп ойлаймын. Жүйелі бір тәлімі деп айтамыз ба, жоқ. Жүйелі бір идеологиясы жоқ. Өз араларында бірнеше тармаққа бөлінген. Кейбіреулері Құдай жалғыз, Тәңірі тек яратмыш түрк будыны деп Күлтегіннің сөздерін қайталайды. Тәңір жалғыз, түрк халқын жаратқан деген жазуларда бар ғой, ескі көне жазуларда. Тағы біреулері Тәңір одан басқа да Умай-ана секілді, жер су секілді, тағы да басқа құдайлар бар деп есептейді. Енді тағы біреулері мүлдем политеистке жақын, кейбіреулері атеизмге жақын. Сонымен жүйелі бір білім ретінде дейміз ба, жүйелі бір дүние таным ретінде қалыптаспаған деп есептеймін. Дегенмен Қазақстанда бұл ағым көбінесе исламға шабуыл жасау арқылы танылған, яғни өзінің бір идеологиясының дамыту орнына көп жағдайда исламға шабуыл жасау, Құранға, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға тіл тигізу, мұсылмандарға тіл тигізу, үлкен бір қателік. Бұл жалпыландыру дейді ғой. 2-3 мұсылманның жасағанын барлық мұсылман қауымға жалпыландыру, генерализация жасау секілді осындай проблемалар бар.